Дэвид. Бұл CS50 жүйесінде Python бағдарламалауына кіріспе. Менің атым Дэвид Малан, және бұл біздің бірліктерді сынау аптасы. Біз осы уақытқа дейін көптеген кодтарды жазып келеміз, және сіз бағдарламаңызды іске қосып, кейбір үлгі енгізулерді енгізіп, содан кейін оны қайта іске қосып, кейбір енгізулерді енгізу арқылы кодыңызды сынаған боларсыз. Деректерді енгізіп көріңіз немесе оны күткен боларсыз. Оның орнына кодты тексеріп көрейік. Бірақ өз кодыңызды пайдаланып, өз кодыңызды мүмкіндігінше ертерек сынап көруді әдетке айналдырғаныңыз әлдеқайда жақсы. Шын мәнінде, сіз жеке жоба жазып жатсаңыз да, өнеркәсіпте жұмыс істеп жатсаңыз да, бұл күндері мәселені шешкіңіз келетін мәселелерді шешу үшін код жазу ғана емес, сонымен қатар сіз жазған кодты тексеру үшін қосымша код жазу өте жиі кездеседі. Біз бүгін осыған назар аударамыз. Біз шешуге тырысқан мәселелердің шын мәнінде дұрыс шешілгеніне сенімді болу үшін өз тестімізді жазуға бірнеше апта бұрын, біз біраз уақыт бұрын жазған бағдарламаға, яғни сандарды есептеуге қайта оралайық. Атап айтқанда, біз осы калкуляторға тоқталып, санның дәрежесін анықтауға тырыстық. Мысалы, квадраты немесе мұндағы 2 немесе 3-ке немесе басқа санға тең болуы мүмкін. Жақсы. Осы жерде терминал терезесіне кіріп, калкулятор кодын қайта іске қосу арқылы осы файлды қалпына келтіруге рұқсат етіңіз. Пай. Және осы жерде негізгі функцияны анықтай отырып, біз тоқтаған жерден жалғастыруға рұқсат етіңіз. Содан кейін менің негізгі функциямда мен осындай нәрсені жасадым. Мен x кіріс деректерінің int мәніне тең екенін айттым. Мен пайдаланушыдан x деген не екенін сұраймын. Сұрақ белгісі. Содан кейін мен бірден әрі қарай жүріп, x квадраты сияқты нәрсені басып шығардым. Содан кейін екінші аргумент ретінде square деп аталатын функцияға қоңырау шалу нәтижесін бердім. Сол мәнді x мәнін беру. Енді әрине, мен square функциясын әлі енгізген жоқпын. Сондықтан оны да анықтайық. Маған бірнеше жолды төмен түсіріп, шаршыны анықтауға рұқсат етіңіз. Және бұл аргументті еске түсіруді талап етеді. Мен n деп атаған сәтте санды білдіретін параметр. Сондықтан мен оны тағы бір рет қайталаймын. Бірақ техникалық тұрғыдан мен бұл айнымалы үшін кез келген атауды таңдай аламын. Мен мұны істегенім есімде. Мен n рет оралдым, және мұны істеудің бірнеше жолы болды. Санды квадраттау, оны өзіне көбейту. Сондықтан мен бұл жерде басқа синтаксисті де пайдалана алар едім. Бірақ біз осымен аяқтадық. Содан кейін мен осы бағдарламаны іске қосу процесін бастау үшін менге қоңырау шалғанымды еске саламын. Сондықтан қолмен тексеру ретінде маған Python-ды калкулатордан іске қосуға рұқсат етіңіз. Пай деп теріп, Enter пернесін басыңыз. Х деген не? 2-ден бастайық. Х квадраты 4-ке тең. Менің ойымша, бұл дұрыс. Сондықтан мұны тағы бір рет қайталайық. Тек сенімділік үшін. Бұл калкулатордағы Python. Пай. Бұл жолы Х-тің орнына 3-ті терейік. Х-тің квадраты 9-ға тең. Және менің ойымша, бұл дұрыс. Мен қазір өзімді өте жақсы сезініп жатқан шығармын. Мен өз кодымды курсқа жіберемін. Немесе оны басқалар оқи алатындай етіп желіге қоямын. Оны қолданыңыз. Бірақ мен бұл кодты әдістемелік тұрғыдан тексерген жоқпын. Және бұл оның толық жұмыс істейтінін білдірмейді. Мен шынымен де бірқатар стандартты емес жағдайларды қарастырған жоқпын. Мен 2-ші және 3-ші сияқты өте айқын сандарды таңдадым. Бірақ 0 туралы не деуге болады? Ал теріс сандар туралы не деуге болады? Басқа шексіз сандар туралы не деуге болады? Біз бұл үшін шексіз кірістерді сынамаймыз. Өйткені бағдарлама ешқашан тоқтамайды. Бірақ сайып келгенде, біз кейбір өкілдік кірістерді сынауымыз керек. Бірақ мұны жасамас бұрын, мен әрқашан шақырылмайтынына үйренейік. If name main жасауды әдетке айналдырайық. Сонда ғана біз main орындауымыз керек. Мен қазір мұны белсенді түрде істеп жатырмын. Өйткені мен шаршы функциямды импорттаған кезде, мүмкін басқа кітапхана, басқа файлдан, оны кітапхана сияқты қарастыра отырып, мен main жай ғана емес екеніне көз жеткізгім келеді. Ол автоматты түрде өзіне қоңырау шалды. Енді мен бұл бағдарламаны келесідей өзгерткеннен кейін не істегім келеді? Әрі қарай жалғастырайық. Және жалғыз мақсаты осы бағдарламаны сынау болып табылатын мүлдем басқа бағдарламаны жазайық. Менің нақты калкулаторым бар. Пай. Мен осы файлдан бір немесе бірнеше нәрсені басқа файлға қауіпсіз импорттау үшін шартты негізгі қоңырауға дайындалдым. Бұл басқа файл қандай болуы керек? Конвенция бойынша мен тест деп аталатын файлды жасаймын. Содан кейін мен бұл жерде калкулаторды сынап жатқандықтан, бұл файлды тест calculate деп атайық. Пай. Бұл маған жаңа ойынды бетін ашады. Онда мен мүлдем жаңа бағдарлама жаза аламын. Оның қазіргі өмірдегі мақсаты дәл осы бағдарламаны сынау болып табылады. Бірақ бұл шын мәнінде осы бағдарламаның нақты функционалдығы. Бұл бағдарламада square функциясы орнатылған. Осы мүмкіндікті тексеруге назар аударайық. Сонымен, мен осы бағдарламада осы мүмкіндікке қалай қол жеткізе аламын? Мен бұл функцияны басқа файлдан импорттай алатынымды еске салайын.
Бұл менің жеке кітапханам, модуль деп аталатын сияқты. Сондықтан мен мұны істеймін. Калькулятордан Square импорттаңыз. Мен әрі қарай жүріп Square-дің өзін импорттай аламын. Бірақ содан кейін мен барлық жерде калькулятор нүктесін көрсететін префикс ретінде Square Recall функциясын пайдалануым керек еді. Және бір функцияны импорттау оңайырақ болар еді. Енді әрі қарай жалғастырып, мұны істеуге рұқсат етіңіз. Әрі қарай жалғастырып, сынақ алаңы деп аталатын мүмкіндікті анықтауға рұқсат етіңіз. Бұл да конвенция. Егер сіз Square деп аталатын функцияны сынағыңыз келсе, тестілеуге арналған функцияңыз тест Square деп аталу керек. Немесе балама ретінде сіз Square тест жасай аласыз. Мен бұл конвенцияны осы жерде қолданамын. Енді айтыңызшы, біз қандай сынақтар жасай аламыз? Маған бұрын жасаған сынақтар ұнамайды. Хтің 2-ге, хтің 3-ге тең екенін тексердім. Бірақ мен өз бағдарламамды ертерек тексергім келген сайын, оны қолмен жасауым керек. Және бұл жалықтырады. Оны сынау басқа біреуге оңай болмайды. Егер мен шынымен де нақты әлемде жұмыс істесем, өз кодымды іске қосатын автоматтандырылған процестің қандай да бір түрін пайдаланып, бағдарламамды қайта-қайта автоматты түрде сынай алсам, жақсы болар еді. Сондықтан мұны істейік және сайып келгенде адамды теңдеуден шығарайық. Сонымен, мен қазір бірінші жолға импорттап жатқан квадраттық функцияны қалай тексеруге болады? Неге мен мұны өзімнің квадраттық функциямда жасамаймын? Егер 2 квадратты шақырудың нәтижесі 4-ке тең болмаса, неге біз қате туралы хабарды басып шығармаймыз? Өйткені мен нақты әлемде 2 квадрат 4-ке тең болуы керек екенін білемін. Сондықтан, егер 2-ге тең болса, 4-ке тең емес, бұл қате. Бұл менің бағдарламамда, менің функциямда қате табылды. Мен қате жібердім. Сондықтан мен немесе басқа біреу. Мысалы, екіншісі, шаршының 4-ке тең емес екенін білу үшін осы сияқты нәрсені басып шығаруға рұқсат етіңіз. Сондықтан мен мұнда кез келген нәрсені басып шығара аламын. Мүмкін мен келесі сынақты тапсыруым керек шығар. Бірнеше сынақтан өтейік. Айталық, егер 3-тің квадраты 3-тің 9-ға квадратына тең болмаса, онда 3-тің квадраты 9-ға тең емес деп есептейік. Сондықтан мен бұрын жасағаннан артық сынақ жүргізген жоқпын. Бірақ мен осы 2 сынақты, яғни x2 және x3-ті осы жерде өз кодыма енгіздім. Сондықтан енді қаласаңыз, бұл сынақтарды автоматты түрде орындай аламын. Енді тест Square деп аталатын функцияны анықтау жеткіліксіз. Егер мен бұл функцияны іске қосқым келсе, оны қандай да бір жолмен шақыруым керек. Және бұл үшін біздің келісіміміз бұрынғыдай. Маған да осы файлдағы негізгісін анықтауға рұқсат етіңіз. Мейнтің өмірдегі жалғыз мақсаты Square-ді сынау болады. Енді осы файлдың төменгі жағында бұрынғыдай әрі қарай жалғастыруға рұқсат етіңіз. Және егер name main болса, онда жалғастырыңыз және негізгі нәрсені шақырыңыз деген келісімімді қабылдауға рұқсат етіңіз. Сондықтан оның көп бөлігі жай ғана формулалық болып табылады. Біз мұны бұрында көргенбіз. Біз main функциясын анықтаймыз және қандай да бір процесті іске қосу үшін функцияны шақырамыз. Ал енді файлдың төменгі жағына шарт қосамыз. Егер мен кез келген нәрсені импорттасам, тек шартты түрде main деп атаймын. Бұл файл басқа жерде. Қарап көрейік. Дәл қазір менің кодымды тексеріп көрейік. Python тілінде тест calculator бағдарламасын іске қосып, enter пернесін басуға рұқсат етіңіз. Бірақ ештеңе шықпайды. Бірақ менің ойымша бәрі жақсы. Менің ойымша ешқандай нәтиже шықпауы жақсы нәрсе. Өйткені менің сынақ алаңындағы функциямды қараңыз. Егер бәрі жақсы болып көрінсе, мен ештеңе термеймін. Сондықтан оны калькуляторыма қайта оралу арқылы көрсетейік және оны бөлшектеуге рұқсат етіңіз. Сізге қатені көрсетуге рұқсат етіңіз. Мен мұны бірінші рет дұрыс түсінбеген шығармын. Бәлкім, бастапқыда менің кодым осылай көрінген шығар. Мен бұл туралы ойламадым. Мен өз алаңдарымды ұмытып кеттім. Сондықтан мен санның квадраты n-ге емес, n-ге плюс n-ге тең деп ойладым. Сондықтан қате арифметикалық болуы мүмкін. Енді сынақ калькуляторыма қайта оралуға рұқсат етіңіз. Мен оны өзгертпеймін, бірақ оны қайта іске қосамын. Python from test calculator. Мен бұл жерде саусақтарымды айқастырамын. Бірақ бекер, мен бірден 3-тің 9-ға тең емес екенін көремін. Сонда бұл не? Көрейік. Егер сіздің сынақтарыңыз сәтсіз болса, мәселенің не екенін қалай түсінуге болады? Бір қызығы, мен өзімнің квадраттық функциямды толығымен бұздым. Бірақ бұл сынақтардың тек біреуі ғана сәтсіз аяқталды. Бұл сынақ 9-шы және 10 жолдар жақсы сияқты. Өйткені мен бұл нәтижені көрмеймін. Бірақ, әрине, бұл 2 жол. Бұл сынақ өтпейді. Өйткені мен плюс пайдаланған кезде 3 квадрат 9 емес. Сондықтан менің функциямның неліктен жартылай ғана бұзылғанын түсіндіру үшін, жай ғана түсінікті болу үшін, квадраттық функция қазір математикалық тұрғыдан бұзылғанына қарамастан, неге мен 2 қатенің орнына бір ғана қатені көріп тұрмын? Өйткені 2 плюс 2 4-ке тең. Иә, бұл өте қарапайым. Мен жай ғана бақыттымын. 2 плюс 2-ні 2-ге көбейткенмен бірдей. Сондықтан, бұл негізгі мысалдардың бірі. Сондықтан, негіздеріңізді қамтитыныңызға көз жеткізу үшін бір нәрсені ғана емес, бірнеше нәрсені де сынап көруді әдетке айналдырған дұрыс. Сондықтан, бұл жерде менің жолым болды. Бұл менің неге өзімді ғана көретінімді түсіндіреді. Қате, функцияның өзінде кемшіліктер болса да, бірақ мұны істеудің басқа жолы бар деп болжауға рұқсат етіңіз. Өйткені, шынымды айтсам, егер мен осы қарапайым мысалды экстраполяциялайтын болсам, тек 2 сынақты ғана емес. Сонымен қатар сіз 3 немесе 10 немесе 20 сынақтан өте аласыз. Елестетіп көріңізші,
Құдай, код функцияның өзінен әлдеқайда күрделірек болады. Қараңызшы, ол калькуляторда бар. Пай қарастырылып отырған функцияның ұзындығы 2 жолды құрайды. Дегенмен, тест calculator бағдарламасында қарастырылып отырған кодтың ұзындығы 5 жолды құрайды. Мен кодты тексеру үшін бастапқы кодты жазғаннан гөрі көбірек код жаздым. Сондықтан, кодты сынау кезінде біз жаза алатын код жолдары неғұрлым аз болса, менің ойымша, сіз бен біз мұны істеу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Өйткені бұл сөзбе сөз аздап жұмыс істейді және қателіктер үшін мүмкіндіктер аз болады. Сонымен, мен мұнда тағы қандай тәсілді қолдана аламын? Pythonда біз әлі қолданбаған тағы бір кілт сөз бар екені белгілі болды. Ол дәл осы жерде assert. Бұл Python және кейбір басқа тілдердегі кілт сөз. Ол сізге дәл осылай жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, ағылшын тілінде бір нәрсенің шын екенін растау, бір нәрсенің шын екенін батыл растау үшін сұрыптау. Егер солай болса, онда қорқынышты ештеңе болмайды. Экранда ешқандай қате пайда болмайды. Бірақ, егер сіз Python тілінде бірдеңені растап жатсаңыз, және ол дұрыс емес болса, яғни логикалық өрнекті енгізгеніңіз жалған болса, сіз шынымен де экранда қандайда бір қатені көру. Ендеше, осы жаңа кілт сөзді келесідей пайдаланып көрейік. Осы жерде менің кодыма қайта оралуға рұқсат етіңіз. Және оны сәл жеңілдету үшін, осы жаңа кілт сөзді келесідей пайдалануды ұсынуға рұқсат етіңіз. 2 шаршының 4-ке тең болу керек екенін айтайын. Сондықтан мен логикамды өзгерттім. Санның бар жоғын тексерудің орнына, мен қазір оның 4-ке тең болу керек екенін қатты дәлелдеп отырмын. Содан кейін бір қосымша жолда 3-тің квадраты 9-ға тең екенін көрсететін басқа сынақты орындауға рұқсат етіңіз. Міне, біз барамыз. Шегініс жоқ. Мен жай ғана шындыққа айналғым келетін осы 2 нәрсені растаймын. Енді калькулятормен жалғастыруға рұқсат етіңіз. Пай әлі жұмыс істемейді. Мен әлі де кездейсоқ көбейту орнына плюс қолданамын. Енді жалғастырып, Python да сынақ калькуляторын іске қосуға рұқсат етіңіз. Мен әдеттегідей саусақтарымды айқастырып жатырмын. Бірақ бұл жолы бәрі ойдағыдай болмайды. Экранда көптеген қателер пайда болып жатқан сияқты. Егер мен бұл трасс жоғары айналдырсам, онда қате осы жолда орын алғанын көреміз. Бекіту алаңы 3-ші, 9-шы. Өкінішке орай, assert кілт сөзін пайдаланған кезде, бұл пайдаланушыға өте ыңғайлы емес. Ол сізге файлдар мен жол нөмірлерін көрсетеді. Бірақ, ол бұзылған кодтың белгілі бір жолын, орындалмаған мәлімдемені көрсетеді. Енді сіз бен біз бұдан қорытынды жасауымыз керек. 1 минут күте тұрыңыз. Неге квадрат түбірі 3-ке тең, 9-ға тең емес пе? Сондықтан, бұл өте ыңғайлы емес. Бірақ, шынымды айтсам, маған кодтың жартысын жазу керек болды. Бұл алдыңғы 4 жолдың орнына 2 жол ғана. Бірақ, төменгі жағындағы мына кішкене үзіндіге назар аударыңыз. Бұл мәлімдемеде қате болды. Біз бұған дейін қателіктерге тап болғанбыз. Біз бұған дейін кодымызда басқа қателіктер жіберген кезде қателіктерге тап болғанбыз. Бұрын бұл қателерді жоюдың шешімі қандай болды? Осыған ұқсас болып көрінетін қателерді тіпті бұрын ешқашан кездестірмеген болсақ та, қалай ұстаймыз? Байқап көріңіз және жоққа шығарыңыз. Иә, Python тілінде біз бірдеңе жасауға тырысу үшін try және except кілт сөздерін оптимистік түрде пайдалана аламыз. Егер бірдеңе дұрыс болмаса, оның орнына басқа нәрсе жасаңыз. Сондықтан, бұл алға жасалған қадам. Өйткені мен бұл қатені кем дегенде бақылай аламын. Бірақ бұл бір қадам артқа шегінуі мүмкін. Өйткені мен ақырында тағы біраз код жазамын. Алдын ала мойындаймын. Сондықтан, маған әрі қарай жүріп, мынаны қолданып көруге рұқсат етіңіз. Осы жерде менің кодыма қайта оралуға рұқсат етіңіз. Және жай ғана соқыр мәлімдеме жасаудың орнына, тола ұсынғандай әрі қарай жүруге рұқсат етіңіз. Және осы бірінші мәлімдемені орындауға тырысыңыз. Тек 1 минут бұрын көргеніміздей, мәлімдеме қатесі болған жағдайларды қоспағанда жалғастырыңыз және пайдаланушыға пайдалырақ нәрсені басып шығарыңыз. Достық қарым-қатынаста бұл неліктен нәтиже бермегенін түсіндіреді. 2 квадрат 4 емес. Және маған дәл осылай жалғастыруға рұқсат етіңіз. Және 3-тің квадраты 9-ға тең деп айтуға тырысыңыз. Егер ол жерде бекіту қатесі болмаса, бұл жағдайда мен пайдаланушыға ыңғайлырақ басып шығарамын. 3-тің квадраты әлі 9-ға тең емес. Осылайша мен бір қадам алға жылжыдым. Сонымен бірге бір қадам артқа шегіндім. Өйткені қазір менде көбірек код бар. Бірақ мен кем дегенде бұрын көргенімізге сәйкес мәлімдемелер мен ерекшеліктерді енгіздім. Бірдеңе дұрыс болмай қалса, сіз шынымен де ерекше жағдайдың орын алғанын көресіз. Дәл қазір бағдарламаның осы нұсқасын іске қосуға рұқсат етіңіз. Бұл сынақ калькуляторындағы Python. Саусақтарымды айқастыра отырып, мен әлі де қатені көріп тұрмын. Себебі мен нәтижені көріп тұрмын. Бірақ біз ең болмағанда пайдаланушыға ыңғайлы қорытындыға оралдық. Сондықтан, кем дегенде бұл жерде қандай да бір ілгерілеушілік бар. Бірақ тағы да айтамын, бұл жерде мінсіз болуы мүмкін кодтан да көп код бар. Және шын мәнінде, егер біз оны жалғастыра берсек, мұнда шынымен қосымша сынақ жағдайларын қосқымыз келсе, біз идеалдан әлдеқайда көп код жаза алатын сияқтымыз. Мысалы, мен қазір 2-ші және 3-ші нұсқаларын сынап жатырмын. Мүмкін мен кейбір теріс сандарды да сынап көруім керек шығар. Сондықтан, неге мен жалғастырып, мысалы, мынаны көшіріп, қоюға рұқсат етіңіз деп қоспасқа. -2-нің квадрат түбірі 4-ке тең екенін дәлелдеуге тырысайын. Бұл математикалық тұрғыдан дұрыс болуы керек. Егер олай болмаса, онда -2 квадраты 4-ке тең емес деп айтуға рұқсат етіңіз. Әрі қарай
жалғастырып, тағы бір теріс санды тексеру үшін оны көшіріп қоюға рұқсат етіңіз. Теріс 3-тің квадрат түбірін тексеріп көрейік. Ол 9-ға тең болуы керек. Бірақ егер олай болмаса, онда теріс 3-тің квадраты 9-ға тең емес деп айтайық. Және жай ғана дауыстап ойлану үшін тестілеудің тағы бір жақсы көрсеткіші қандай болуы мүмкін? Мен 2-ні қолданып көрдім. Мен 3-ті қолданып көрдім. Мен теріс 2-ні қолданып көрдім. Мен теріс 3-ті қолданып көрдім. Мен шексіз сандарды сынап көре алмаймын. Бірақ кем дегенде бұл мәндердің арасында сәл өзгеше нәрсе бар. 0-ді қолданып көрейік. 0. Бұл да қызықты жағдай. Егер бірдеңе дұрыс болмауы мүмкін болса, неге 0? Мен жай ғана өз түйсігімді басшылыққа аламын. Оң сандар әдетте бірдей әрекет етеді. Теріс сандар әдетте бірдей әрекет етуі мүмкін. 0-дің мәні сәл қалыптан тыс болуы мүмкін. Бұл ғылыми тұрғыдан қажет емес. Бірақ өз тәжірибеңізге сүйене отырып, өзіңіз туралы ойланыңыз. Сіз сынап көргіңіз келетін функцияға негізделген ықтимал бұрыштық жағдайлар қандай? Мен математикалық нәрсені сынап көргім келеді. Сондықтан мен өкілдік мәндерді тексергім келеді. Сондықтан маған блоктан басқа тағы бір әрекетті орындауға рұқсат етіңіз. 0-дің квадраты 0-ге тең болуы керек делік. Егер олай болмаса, мен түсіндірмелі бірдеңе айтайын. Мысалы, 0-дің квадраты 0-ге тең емес. Ал енді мен әрі қарай жалғастырып, оны іске қоссам, Python тест калкулаторынан Py және Enter пернесін басыңыз. Енді мен көптеген қателерді көремін. Және бұл қызық. Бұл қандай да бір нұсқау. Өйткені бұл мәлімдемелердің кейбірі, бірақ бәрі бірдей жұмыс істемейтінін ескеріңіз. 1-ден 2-ге дейінгі квадрат қатынасы біз бұрын атап өткендей шындыққа сәйкес келеді. Естеріңізге сала кетейін, 2 квадрат 2 плюс 2-ге тең. Сондықтан бұл қате біздің тестілеуімізге кедергі келтірмейді. Бірақ біз 3-ті тексергеніміз жақсы. Біз теріс 2-ші және 3-ші мәндерін тексергеніміз жақсы. Өйткені бұл сынақтардың барлығы осы қатені анықтады. 0-ге арналған тест ештеңені байқамады. Өйткені 0 квадраты әрине 0-ге тең, бірақ 0 плюс 0-ге тең. Сондықтан бұл жерде стаканды қалай бағалайтыныңызға байланысты сәттілік немесе сәтсіздік бар, жартысы толы немесе жартысы бос. Біз кем дегенде бірнеше сынақтар арқылы бұл қатені қандай да бір жолмен анықтадық. Сондықтан бұл жерде қарғыс атқан кодты көп жазбағанымыз жақсы болар еді. Өйткені менің не істегеніме назар аударыңыз. Менде көріңіз, қоспағанда көріңіз, қоспағанда бар. Менде бұл мәлімдемелердің барлығы бар. Менің негізгі қызметім бар. Менің файлымның ең төменгі жағында осы таңба бар. Шынымды айтсам, дәл қазір 2 жолды функцияны тексеру үшін кодтың 31 жолын кім жазғысы келеді? Егер біз барлығымыз нақты тестілеуді өткізу үшін көбірек код жазсақ, мұндай сынақ кодын ешкім жазбайды. Адамдар бұл мәселені шешті. Егер сіздің кодыңызды жиі тексеретін әдетіңіз болса, немесе менің қалауым болса, оны қаласаңыз, кодты көп сынау үшін, егер нақты әлемдегі барлық адамдарда өз кодын сынағысы келетін әдеті болса, неге біз осындай құралдарды жасамасқа? Мұны істеуді жеңілдету үшін, және шын мәнінде бұл үшін біз халық арасында Pytest деп аталатын құралды пайдалана алатын механизм бар. Сонымен Pytest жүктеп алуға және орнатуға болатын үшінші тарап бағдарламасы. Ол сынақтарды жазу кезінде кодты тексеруді автоматтандырады. Бірақ бұл кітапхананың және басқа да осыған ұқсас кітапханалардың бір қызығы, ол кейбір конвенцияларды пайдаланады. Сондықтан көп тест жазудың қажеті жоқ. Код жолдарын өзіңіз қолмен теріңіз. Олардың кейбіреулері автоматты түрде орындалады. Бұл қазір үшінші тарап кітапханасы. Бірлік сынақтарына код блоктарын тексеруге арналған басқа кітапханалар бар. Олардың кейбіреулері Python мен бірге келеді. Біз бүгін Pytest-ті қарастыруды ұсынамыз. Себебі бұл Python мен бірге келетін бірліктерді сынау құрылымдарына қарағанда біршама қарапайым. Ал біз бірліктерді сынау дегенді қалай түсінеміз? Бірліктерді тестілеу бұл сіздің бағдарламаңыздың жеке блоктарын сынауды сипаттаудың ресми әдісі. Бұл жеке блоктар дегеніміз не? Бұл әдетте функциялар. Осылайша бірлік сынақтары әдетте сіз жазған мүмкіндіктерге арналған сынақтар болып табылады. Енді бұл іс жүзінде нені білдіретінін айтыңыз. Маған versus кодыма қайта оралуға рұқсат етіңіз және сынақ калкулаторымды әлдеқайда жеңілдетуді ұсыныңыз. Мен әрі қарай жүріп, кодтың шамамен 31 жолын жинақтаған осы сынақтардың барлығын жоямын. Және Pytest көмегімен олардың мәнін сынақтардан шығара алатынымызды көрейік. Маған әлі де өз калкулятор бағдарламамнан Square импорттауға рұқсат етіңіз. Сондықтан маған әлі де кодтың осы жолы қажет. Сондықтан мен осы нақты мүмкіндікті тексере аламын. Енді мен әрі қарай жалғастырамын және функцияны дәл осылай анықтаймын. Дәл осылай бұрын жасағанымдай. Мен тест Square деп аталатын функцияны тағы да конвенция бойынша тест астын сызу арқылы және сіз тексергіңіз келетін функцияның атымен анықтаймын. Бірақ бұл міндетті түрде болуы міндетті емес. Жолы. Енді мен жалғастырып бірнеше мәлімдеме жасаймын. Мен 2 шаршының 4-ке тең болу керек екенін айтқым келеді. Мен 3 шаршының 9-ға тең болу керек екенін айтқым келеді. Мен 2-нің теріс мәнінің квадраты 4-ке тең болу керек деп айтқым келеді. Мен 3-тің теріс мәнінің квадраты 9-ға тең болу керек деп айтқым келеді. Ақырында, осы сәтте мен 0-дің квадраты 0-ге тең болу керек деп айтамын. Сондықтан мен әлі күнге дейін assert кілт сөзін бұрын айтқанымдай қолданамын. Оны теру біраз жалықтырғанымен, қазір бұл кодтың 8 жолы ғана, және оларды теру өте оңай. Бұл көріңіз, қоспағанда және Т, Б емес, басқа біреу көріңіз. Қоспағанда басып шығарумен, осы сынақтардың нақты орындалуын стандарттаумен айналысса,
жақсы болмас па еді? Міне, дәл осы жерде шын мәнінде P-тест іске қосылады. Бұрын біз басқа кітапханаларды орнату үшін пайдаланған pip-install P-тест көмегімен өздігінен орнатуға болатын P-тест құжаттамасына сәйкес. Оның барлық ресми қолданылуы үшін құжаттаманы осы жерден тексере аласыз. Бірақ бақытымызға орай P-тестті пайдалану өте ыңғайлы. Өйткені ол фреймворктарды сынауға қатысты, және бұл шын мәнінде біз жазған кодта P-тест тестке қосу арқылы бірден сүңгуге мүмкіндік береді. Егер мен Versus кодына қайта оралсам және сынақ калкуляторымды қарасам, енді оның негізгі функциясы жоқ екенін ескеріңіз, оның конвенциясы жоқ, оның әрекеті жоқ, оның ешқандай ерекшеліктері жоқ, оның саусақ іздері жоқ, оның менің бірнеше мәлімдемелерім ғана бар. P-тест және оған ұқсас басқа кітапханалар мен үшін осы сынақтарды орындау процесін автоматтандырады, және осы сынақтардың кез келгенінің сәтсіз аяқталғаны туралы экранда хабарлайды. Сондықтан маған мұны істеуге рұқсат етіңіз. Мен экранда көбірек көру үшін терминал терезесінің өлшемін сәл үлкейтемін. Мен бұрынғыдай Python-ды қолданбаймын. Мен P-тестті іске қосамын. Ол тағы да сіздің кодыңыздағы сынақтарды орындауға арналған үшінші тарап құралы болып табылады. Мен P-тест, T-тест калкуляторынан, яғни сол файлдан іске қосамын. Мен әдеттегідей саусақтарымды айқастырып, Enter пернесін басамын. Сонда бірдеңе жұмыс істемейтінін көреміз. Енді мойындау керек. Менің ойымша, сіз P-тест пайдалану салыстырмалы түрде оңай деп ойлаймын. Бірақ оның нәтижесі кем дегенде бір қарағанда пайдаланушыға өте ыңғайлы болуы міндетті емес. Сонда біз мұнда не көріп тұрмыз? Менің тереземнің ең жоғарғы жағында сұраудан кейін іске қосқан пәрменім бар екенін ескеріңіз. Оның дәл астында қызыл түспен белгіленген бір F әрпі бар. Ол ақауды білдіреді. Сондықтан бұл өте жігерлендірмейді. Мен шынымен де бар күшімді салдым. Бірақ сәтсіздік. Бұл бағдарламадағы менің бағам. Бірақ нақты не болғанын қарастырайық. Егер мен апаттар бөліміндегі осы үзіндіге қарасам, сынақ алаңының сәтсіздікке ұшыраған мүмкіндік екенін көресіз. Бұл мағынасы бар. Өйткені бұл мен жазған жалғыз мүмкіндік. Және бұл жерде сіз қатенің қай жерде болғанын сипаттайтын біршама жұмбақ тұжырымды көресіз. Сонымен, мұнда көріп отырғаныңыз, шығыстың бірінші жолы 4-ке тең, және бұл жақсы. Оның астында қызыл қате туралы хабар жоқ. Сондықтан бұл жақсы. Бірақ кодтың бұл жолы 3-тің квадраты 9-ға тең деп мәлімдейді. P-тест бұл мәлімдемені ұнатпады. Өйткені ол дұрыс емес болып шықты. Осы жолдың басындағы қызыл E әрпіне қарап, мен шын мәнінде 6-ның 9-ға тең екенін дәлелдеуге тырысып жатқанымды көресіз. Енді айтыңызшы, 6 саны қайдан шыққан? 1 минут күте тұрыңыз. Егер менің тестім осыны қамтыса, назар аударыңыз. Егер 6-тың квадратына тең болса, бұл мен 3-тің мәнін беру арқылы шаршыға қоңырау шалғандықтан қайтару мәні 6-ға тең екенін білдіреді. Және, әрине, математикалық тұрғыдан алғанда 6 саны 9-ға тең емес. Сондықтан біз жетістікке жете алмаймыз. P-тест қолданушыға қатенің неліктен орын алғанын немесе оны қалай түзетуге болатынын түсіндіруге ыңғайлы емес. Бұл шын мәнінде сіз үшін ненің дұрыс емес екенін көрсететін анықтама ғана. Мұнда көріп отырғаныңыз бірінші сынақтың сәтті өткенін көрсетеді. Себебі бұл код жолының астында қызыл қате жоқ. Бірақ бұл сынақ сәтсіз аяқталды. Қалай болғанда да, сіздің сквер функцияңыз 9 емес, 3-ке өткенде 6 мәнін қайтарады. Сондықтан, осы кезде сіз детектив қалпағын киіп, нақты кодыңызға қайта оралып, ол туралы калкуляторда ойлана бастайсыз. Менің шаршы функциямның 7 жолы 9-ның орнына 6-ны қайтарады. Осы кезде сіздің басыңыздың үстінде шам жанып тұруы мүмкін. Және сіз менің көбейтуді емес, қосуды пайдаланып жатқанымды көресіз. Бірақ P-тест біз үшін ең болмағанда осы қатені көрсету арқылы процесті автоматтандырды. Егер мен қазір кіріп, оны түзетсем, жалғастыруға рұқсат етіңіз. Сонда шам өшеді. Мен плюс сөзін көбейту дегенге ауыстырамын. Енді мен әрі қарай жалғастырамын. Және экранды тазалағаннан кейін Python емес, P-тестті іске қосамын. Тест калкуляторы. Мен саусақтарымды қайтадан айқастырып жатырмын. Енді ол жасыл түсті. Мен тек бір ғана сынақтан өткенімді көрсететін нүктені ғана көремін. Мен өте жақсы жұмыс істеп жатырмын. Енді бұл қатені түзеткеннен кейін мен тестті 100% сәтті тапсырдым. Маған кідіріп, сұрақтарыңыз бар, жоғын білуге рұқсат етіңіз. Менің сұрағым мынау. Егер пайдаланушыдан енгізуді қабылдап жатқандықтан, оның орнына пайдаланушы болса ше, егер пайдаланушы біршама зиянды болса, және бүтін санның орнына жолды енгізсе, немесе ол қалқымалы, немесе басқа нәрсені енгізуі мүмкін. Сізде қандай деректер түрі бар? Иә, егер пайдаланушы алдыңғы мысалдарда көргеніміздей, бүтін санды күткен кезде санның орнына кет енгізсе ше, мұндай нәрсені қалай тексеруге болады? Қазіргі уақытта мен пайдаланушы енгізулерін тексермеймін. Егер мен осы жерде өз кодыма қайта оралсам, менің калкулятор функциямда, әрине, біз үнемі тексеріп, қайта тексеріп отыратын сквер функциясы бар екенін ескеріңіз. Бірақ қазіргі уақытта барлық пайдаланушы енгізулері менің негізгі функцияммен бөлісіліп жатқанын ескеріңіз. Және, әрине, мен қазіргі уақытта негізгі функциямды тексеріп жатқан жоқпын. Сондықтан бұл жерде осындай қателіктердің бірі болуы мүмкін. Және шын мәнінде бұл солай
болар еді. Өйткені егер пайдаланушы екінші немесе үшінші сияқты бүтін санның орнына cat сияқты жолды енгізсе, онда екінші жолды еске түсіру шын мәнінде мән қатесін алып тастауды тудырады. Сондықтан біз мұны бұрын да көргенбіз. Сондықтан кодты тексеруге келетін болсақ, бұл сіздің бағдарламаңызға бірнеше мүмкіндіктерді қосудың жақсы себебі болып табылады. Барлық логикаңызды тек файлдың өзіне ғана қоюдың орнына, барлық логикаңызды тек негізгі файлға қоюдың орнына, шын мәнінде, шынымен жақсы және пайдалы тәжірибе. Өз идеяларыңызды тексеруге болатын кішірек мүмкіндіктерге бөлу. Мен мұнымен не айтқым келеді? Алаңды тексеруге әбден болады. Неге? Өйткені ол кіріс ретінде n деп аталатын параметрді қабылдайды және шығыс ретінде оның квадраты болады деп үміттенетін бүтін санды қайтарады. Оның нақты анықталған кірістері және нақты анықталған шығыстары бар. Осылайша, бұл мәндердің сынақ бағдарламасында берілуі толығымен сіздің бақылауыңызда. Енді мен айтайын, егер сіз сквер мысық сияқты, жол сияқты нәрсені беру кезінде өзін дұрыс ұстайтынын тексергіңіз келсе, біз дәл осындай нәрсені жасай аламыз. Шаршы тырнақшада, тырнақшасыз. Мысық, бұл. Мен мұны басқа нәрсемен теңестірмеймін. Шын мәнінде, сіз басқа синтаксисті қолдана отырып, белгілі бір ерекшелік туындайтынын растай аласыз. Сондықтан, егер біз шынымен де шаршы функциямызға қайта оралып, оны жақсартқымыз келсе және әдейі ерекшелік жасағымыз келсе, біз мұны да тексере аламыз. Бірақ дәл қазір мен тек шаршы функцияны әдейі сынап жатырмын. Мен нақты пайдаланушы енгізуін тексеріп жатқан жоқпын. Бірақ бұл шешуді қажет ететін тағы бір мәселе. Бірлік сынақтарына қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Сіз CS50-ді тексеру үшін, кодты тексеру үшін бірлік сынағын пайдаланып жатырсыз ба? Сондықтан 50-ді тексеру рухы жағынан ұқсас. 50-ді тексеру бұл біз CS50 жазған және оқушылардың кодын бағалау үшін P-тест сияқты бірдеңе жасайтын құрал. Оның рухы ұқсас. Бірақ қаласаңыз, P-тест кей балама ретінде 50-ді тексеруді қарастырыңыз. Бірақ ол сәл басқаша жұмыс істейді. Бірақ идея бірдей. P-тест және жалпы блокты тестілеу бұл CS50-ге тәуелді емес әдіс және сіз пайдалана алатын және пайдалануыңыз керек нәрсе. Осы сыныпта да, одан тыс жерде де өз кодыңызбен жұмыс істеңіз. Біздің бірлік сынақтарымызға қатысты тағы бір сұрақ ше. Менің сұрағым, 4 рет жазудың орнына, мысалы, квадрат түрінде 2-ден 4-ке дейін, оның орнына 4 жолды жазудың орнына, жақшаның ішіне қалағанымызға тең сандарды жаза аламыз ба? Бұл өте жақсы сұрақ, өте дұрыс. Дәл қазір, егер мен тест калкуляторына қайта оралсам, мен оған жауап беремін. Оны пайдалану өте оңай. Осы бірнеше жолды айтуға және теруге біраз уақыт кетті. Және сіз менің қандай да бір цикл жазып жатқанымды елестете аласыз. Бұл жай ғана циклде, оның тең екенін растау үшін. Және Б тізімді пайдалану немесе, мүмкін тізімді пайдалану немесе, сөздік немесе басқа нәрсе. Иә, сіз бір нәрсені қайта-қайта қайталамай осы сынақтардың кейбірін толығымен автоматтандыруға болады. Циклдарды орындау үшін әлі де бүкіл Python синтаксисін пайдалануға болады. Бірақ жалпы айтқанда, сіздің сынақтарыңыз өте қарапайым болуы керек. Және шын мәнінде, тіпті осы дизайнды одан әрі жетілдіруді ұсынуға рұқсат етіңіз. Өйткені, қазіргі уақытта мен іске қосып жатқан нәрсе шын мәнінде мінсіз емес. Тесттер, менің функциям қате болған кезде, оны байқайды. Міне, мен алған нәтиже. Көбейтуді қосу мен ауыстыру арқылы сол қатені қайтадан түзетуге рұқсат етіңіз. Терминал терезесінің өлшемін қайтадан үлкейтуге рұқсат етіңіз. Және P-тестті тест калкуляторынан тағы бір рет іске қосуға рұқсат етіңіз. Менің кодымның осы нұсқасында қате қайтадан табылды. Мен осы ақауды көрсеткен үлкен жаппай ақауды көремін. Бірақ бұл мүмкін болатындай пайдалы емес. Өйткені менің кодымда осы басқа сынақтардың барлығы бар. Еске сала кетейін, менде 1, 2, 3, 4, 5 бөлек сынақ болды, және мен тек біріншісінің нәтижесін көріп тұрмын. Енді неге бұлай болып жатқанын түсіндіріп беріңізші. Егер біз осы жерде менің кодыма қайта оралсақ, бірінші мәлімдеме орындалмайтынын көресіз. Яғни 3-тің квадраты 9-ға тең, қалған сынақтар тіпті орындалмайды. Және бұл менің кодымда қателер бар деген мағынада үлкен мәселе емес. Сондықтан олардың біреуі немесе бірнешеуі бәрібір істен шығуы мүмкін. Бірақ қайсысы істен шығатынын білу жақсы идея емес пе? Және шын мәнінде сіздің қатеңізді табу үшін, мүмкіндігінше көп анықтамалар беру үшін, бір уақытта мүмкіндігінше көп сынақтар жүргізу өте қолайлы болар еді. Сондықтан дәл қазір P-тестті келесідей пайдалана отырып, сынақ кодының дизайнын жақсартуды ұсынуға рұқсат етіңіз. Тест, сквер деп аталатын бір үлкен функцияны пайдаланудың орнына, ол бүкіл функцияны әртүрлі кірістермен толығымен тексереді. Менің сынақтарымды әртүрлі санаттарға бөлейік. Мұнда да мұны істеудің бірде-бір дұрыс жолы жоқ. Бірақ менің ойымша, оң сандарды бөлек, теріс сандарды бөлек және нөлді бөлек тексеру керек шығар. Мен басқа жолдарды ойлап табуым мүмкін. Мен жұп сандарды тексере алар едім. Мен тақ сандарды немесе мүлде басқа үлгіні тексере алар едім. Бірақ бұл үлкен сынақты бірнеше сынаққа бөлу маған бірдеңе дұрыс болмаған кезде көбірек түсінік беруі мүмкін. Сондықтан маған мұны істеуге рұқсат етіңіз. Алдымен бұл мүмкіндікті оң сынақ деп өзгертіп,
Оған тек алғашқы екі сынақты қосуға рұқсат етіңіз. Содан кейін осы жерде теріс сынақ деп аталатын басқа функцияны жасауға рұқсат етіңіз. Және бұл функцияда тек 2 және 3 теріс мәндерін тексеруге рұқсат етіңіз. Содан кейін төменде тағы бір тест zero анықтамасын орындауға рұқсат етіңіз. Мен сол жерде бір ғана сынақ жүргіземін. Сондықтан менде бірдей мәлімдемелер бар. Бесеуі бірдей. Бірақ қазір мен оларды 3 бөлек функцияға бөлдім. P-тест және басқа бірліктерді сынау құрылымдарының жақсы жағы. Барлық 3 сынақ функциясы автоматты түрде іске қосылады. Тіпті біреуі сәтсіз болса да, қалғандарын орындауға әрекет жасалады. Бұл олардың біреуі, екеуі немесе үшеуі сәтсіздікке ұшыраса, менде бұл қатені табуға көмектесетін бір немесе 2 немесе 3 кеңес болады дегенді білдіреді. Сондықтан экранда көбірек көру үшін терминал терезесінің өлшемін қайтадан үлкейтуге рұқсат етіңіз. Көбейтудің орнына қосуды қолданғанда калкулаторымда әлі де қате бар. Жалғастырып, Python D емес, тағы да тест calculator'дан P-тест іске қосуға рұқсат етіңіз. Мен әдеттегідей саусақтарымды айқастырып жатырмын. Енді, құдай-ау, экранда бұдан да көп қателер пайда болды. Бірақ мұның өзі әлде қайда пайдалы. Олардың үстінен жоғарыдан төменге қарай жүрейік. Мұндағы апаттар бөлімінде барлығы бас әріппен жазылады. Мен бұл мәселені шешуге тырысқанда көңіл көншітпейтінін білемін, бірақ бұл құрылымдар дәл осылай жасайды. Апаттар бөлімінде сәтсіздікке ұшыраған бірінші мүмкіндік тест позитив. Бірақ мұнда да біз бұрынғыдай анықтаманы көріп отырмыз. Бірінші сан 2-ге тең, 2-нің квадраты 4-ге тең. Бұл сан сәйкес келеді. Онда қызыл қателер жоқ. Бірақ келесі сан жұмыс істемейді. Сондықтан мен 3-тен өткенде шаршы бұзылатынын білемін. Төмендегі мына жерше, өкінішке орай, менің теріс сынақ функциямда жұмыс істемейтін сияқты. Неге? Мен тест тапсырған кезде, бұл қызық. Мұнда және қазір теріс 2 мәні тіпті жұмыс істемейді. Сондықтан мен оң 2 мәніне ие болу бақытына ие болдым. Бірақ теріс 2 мәні жұмыс істемейді. Сондықтан бұл қандайда бір анықтама. Бірақ барлығы 2 сынақ сәтсіз аяқталды. Назар аударыңыз. Бұл қорытындының ең төменгі жағында 2 сынақ сәтсіз аяқталды. Ал біреуі сәтті өтті. Тағы қандай тапсырма бар? Үшінші тапсырма қандай болды? Тест 0-ге тең. 0-дік тест сәтті өтті. Бұл 2 тапсырма сәтсіз аяқталды. Және бұл мені логикалық, математикалық тұрғыдан, егер қаласаңыз, қатенің көзіне әкеледі. Және түсінікті болу үшін. Егер сізде көптеген сынақтар болса, бұл бір жолды шағын нәтиже пайдалы, бірақ аздап көңіл көншітпейді. Сәтсіздік және нүкте өту дегенді білдіреді. Міне, осы 3 сынақ графикалық түрде сәл басқаша бейнеленген. Енді артқа айналдырып, калкулаторға қайта оралайын. Бұл қатені түзетейік, өйткені мен қосымшаны қолданып жатырмын деген қорытындыға келдім делік. Осы уақыт ішінде мен көбейтуді қолдануға тура келді. Енді қатені тағы бір рет түзеткеннен кейін үлкен терминалыма оралуға рұқсат етіңіз. P-тестті тест калкулаторынан іске қосуға рұқсат етіңіз. Enter пернесін басып, саусақтарымды айқастырып, нүкте бәрі жақсы екенін білдіреді. Менің сынақтарымның 100% өтті. Олардың үшеуі де. Сондықтан мен қазір жақсы жұмыс істеп жатырмын. Бұл менің кодымның 100% дұрыс екенін білдірмейді. Бірақ бұл менің қазіргі сынақтарымның 100% прошел өткенін білдіреді. Сондықтан біз көбірек сынақтарды сынау керек пе, жоқ па? Соны мұқият ойластырғанымыз жөн болар. Мүмкін біз одан да аз сынақтарды сынауымыз керек шығар. Мүмкін біз жолдарды немесе кез келген нәрсені сынауымыз керек шығар. Сайып келгенде сіз нені сынайтыныңызды өзіңіз шешуіңіз керек. Бірақ нақты әлемде сіз өзіңізге немесе басқа біреуге өте риза болмайсыз. Мүмкін сіздің бастығыңыз сізге өте риза болмауы мүмкін. Егер сіз кодыңызда қате таппасаңыз, оны жай ғана жазып алсаңыз, ұстап алуыңыз мүмкін. Сынақ. Мен ақпаратты енгізудің осы әдісін қолданып көргім келеді. Маған тағы да кідіртуге рұқсат етіңіз. Және дәл қазір P-тест көмегімен бірліктерді сынауға қатысты сұрақтарыңыз бар жоғын білуге рұқсат етіңіз. Егер сіз бұрын біреудің пайдаланушы енгізуін қалай ұсынғанын тексергіңіз келсе, сондай ақ өз функцияңызды тексергіңіз келсе, мұны бір файлда жасайсыз ба? Немесе әртүрлі сынақ түрлері үшін бөлек файлдар жасап жатырсыз ба? Бұл өте жақсы сұрақ. Сіз әртүрлі заттарды сынау үшін бөлек файлдар жасай аласыз. Немесе сізде олардың саны көп болмаса, олардың барлығын бір файлға сақтауға болады. Қазіргі уақытта мен барлық сынақтарымды ыңғайлы болу үшін бір файлда сақтаймын, және олардың саны онша көп емес. Бірақ біз оларды қалтаға салып, тіпті бүкіл сынақ қалтасы үшін P-тест іске қосуға мүмкіндік беретін мысалды аздап қарастырамыз. Сонымен қатар сынақтарда. Сондықтан бұл әбден мүмкін. Менде блокты сынауға қатысты басқа сұрақтарым бар. Менің 2 сұрағым бар. Сондықтан біраз уақыт бұрын сіз жаңа ғана бұл не екенін білмеймін деп аталатын ерекшелікті қолдандыңыз. Иә, бекіту қатесі. Бұл нақты қате нені түзетеді? Және менің екінші сұрағым. Assert кілт сөзі компиляторға арналған ма, жоқ па? Оған дәл осы кодты енгізуді нұсқайды ма? Шынымен, біз көріп отырған assert кілт сөзі мен бұрын көрген бекіту қатесі бір-бірімен байланысты. Сондықтан сіз assert және мәлімдемені пайдаланған кезде қате пайда болады. Себебі сіз қолданатын кез келген логикалық өрнек шын емес, жалған. Python анықтамасы бойынша бекіту қатесі пайда болады. Осылайша, екі әдіс бірге жұмыс істейді. Бұл қателер, мәлімдемелердегі қателер,
Кодтың осы жолдарының кез келгені сәтсіз болған кезде менің кодымда әлі де орын алады. Дегенмен, P-тест осы үшінші тарап кітапханасы маған осы стандартты нәтижені беру үшін осы ерекшеліктерді ұстап алу процесін автоматты түрде өңдейді. Сонымен, біз бүгінгі оқиғаны шынымен де бірлік сынағын өзім жүзеге асырудан бастадық. Мен барлық кодты өзім жаздым. Мен мейіндеп жаздым. Мен өз шартымды орындадым. Мен шынымен тырыстым және жоққа шығардым. Шынымды айтсам, тесттерді жазу ұзақ мерзімді перспективада өте ауыр болады. Егер сіз және мен әр уақытта сонша код жазуға тура келсе, әсіресе біздің функциямыз өте кішкентай болса, осылайша P-тест және оған ұқсас бірліктерді сынау құрылымдары оның көп бөлігін автоматтандырады. P-тест сіз үшін try, except, if және print пәрмендерін қосады. Осылайша сіз жай ғана осы кіріс және шығыс деректері болып табылатын сынақтың мәніне назар аудара аласыз. Бірлік сынағы туралы тағы бір сұрақ қойсаңыз қалай болады? Минус немесе минус 5 квадратының мәнін енгізгенде бұл санның квадрат түбірі шығады. Бірақ біз 6,6 немесе 5,6 санын енгізгенде бұл бүтін сан сияқты жолда қате пайда болады. Сонда онда не болып жатыр? Сондықтан мен дәл қазір бүтін сандарды әдейі сынап жатырмын. Себебі мен тек бүтін сандармен жұмыс істегенін қалаймын. Және бұл Python құжаттамасында немесе осы функцияға арналған жеке құжаттамада сипатталуы мүмкін. Егер сіз өзгермелі нүкте мәні сияқты басқа нәрсені берсеңіз, Python және басқа тілдердегі өзгермелі нүкте мәндерін 100% дәл көрсету өте қиын, тіпті мүмкін емес болып шығады. Сондықтан, егер сіз бұл мәнді басқа мәнмен салыстыруға тырыссаңыз, нәтиже дөңгелектеу қателері болуы мүмкін. Мен жай ғана сіз сипаттаған нәрселерден қорытынды жасап жатырмын. Бірақ мен қазір бұл мүмкіндікті тек мен күткен кірістерді пайдалана отырып, өте мұқият сынап жатырмын. Егер басқа кірістер тасымалданса, бұл басқа қателерге әкелуі мүмкін. Егер нөмір шынымен скверге берілмесе, не болатынын қарастыруды ұсынуға рұқсат етіңіз. Мысалы, егер мен калкуляторға қайта оралсам, пай және мен немесе менің сквер функциямды пайдаланатын басқа біреу кірістің қайтару мәнін стр-ден интге түрлендіруді ұмытып кеткен шығармын делік. Мысалы, жолды мына жерге өзгерту арқылы. Егер мен инт сияқты көрінетіннің орнына стр енгізсем, бірдеңе дұрыс болмайды. Мысалы, егер мен терминалымды осы жерден тазаласам, калкулятордан Python іске қосыңыз. Пай және Enter пернесін басыңыз, X үшін мәніміз ретінде кет енгізейік. Және, әрине, бұл енгізу қатесіне әкеледі. Неге? Ретті стр түріндегі инт мәнінен басқа мәнге көбейту мүмкін емес. Бұл нені білдіреді? Сіз мысықты мысыққа көбейте алмайсыз. Өйткені шын мәнінде сквер соңында қандай да бір сан болады деп күтеді. Бірақ бұл міндетті түрде шаршының өзі арбамен жүретінін білдірмейді. Бірақ бұл дегеніміз, егер мен мұндай қате пайда болады деп күтсем, мінез-құлық шынымен күткендей жұмыс істейтінін білу үшін оны да тексеріп көрейік. Сондықтан сынақ калкуляторына қайта оралуға рұқсат етіңіз. Пай, мен 4-ші сынақты осында қосуға рұқсат етіңіз. Тесттің астын сызуды қалай анықтауға болады? Мен оны тестер деп атаймын. Өйткені мен тестлеу үшін арнайы стр енгіземін. Мен мысық сияқты нәрсені шаршыға жіберу қате түрін тудыратынын шын жүректен айтқым келеді. Бірақ біз бұл үшін assert кілт сөзін қолданбаймыз. Керісінше, бұл бізге қажет нәрсе. Маған осы файлдың жоғарғы жағына өтіп, P-тест кітапханасының өзін импорттауға рұқсат етіңіз. Өйткені бұл кітапханада мені білдіруге мүмкіндік беретін көтеру функциясы бар екені белгілі болды. Ерекшелік шақырылады деп күтіңіз. Мен мұны P-тест арқылы былайша жеткізе аламын. Сұрақ туындайды. Содан кейін жақшаның ішінде мен күтілетін алып, тастау түрін көрсете аламын. Бұл жағдайда бұл түрдегі қате болады. Енді айтыңызшы, бұл түрдегі қате қашан пайда болады деп күтуге болады. Мен скверге қоңырау шалып, нөмірді емес, кетті жіберген сайын. Енді мен терминал терезесіне қайта оралсам, сынақ калкуляторының P-тест-ін іске қосыңыз. Пай, бұл жолы 4 сынақтан өткеннен кейін мен 4-еуінің де сәтті болғанын көруім керек. Енді сандарды ғана емес, жолдарды да енгізуді күтетін кодты қалай тексеруге болатынын қарастырайық. Және маған versus кодындағы уақытқа оралуға рұқсат етіңіз. Біз Hello бағдарламасында бірнеше түрлі нұсқаларды жазған алғашқы бағдарламаға пай сайып келгенде бұл келесідей болды. Менде main функциясы бар еді. Ол пайдаланушыдан айнымалының мәнін сұрап, атын кім деп сұрады. Сұрақ белгісі. Содан кейін біз әрі қарай жүріп, hello, open parent, name сияқты әрекеттерді орындадық. Сол пайдаланушының атын hello деп аталатын функцияға бердік. Енді бұл hello recall мүмкіндігі ақырында келесідей болды. Біз hello функциясын әдепкі мәні world болатын шақырылатын параметрді қабылдау ретінде анықтадық, және бұл функция hello сөзін өтірден кейін, содан кейін берілген кез келген атауды өте қарапайым басып шығарды. Содан кейін біз ақырында main-ге қоңырау шалдық. Бірақ әзірге мен оны әрқашан конвенция ретінде қосамын.
Егер атау негізгі астын сызуға тең болса, содан кейін ғана мен мейнге қоңырау шалғым келеді. Бұл бағдарлама өзінің соңғы инкарнациясында қандай болды? Біз оны қалай тексереміз? Бұл жерде де мен пайдаланушы енгізулерін негізінен осылай сынамаймын. Мен Hello функциясының өзі болып табылатын, бізді қызықтыратын код модуліне тоқталайын. Hello функциясын тексеруді қалай бастауға болады? Өкінішке орай, мен Hello тестілеу коды сияқты нәрсені орындаудан бастасам да, Пай сынақ бағдарламасын жазуды бастауға рұқсат етіңіз. Мен Hello бағдарламамнан Hello деп аталатын мүмкіндікті импорттай аламын. Сондықтан Hello'дан Hello импортталғанын көру бір түрлі. Бірақ бұл жолда мен модульден импорттап жатқанымды ескеріңіз, бұл Hello деп аталатын файл. Пай функциясы Hello деп аталады. Мен мұны қалай тексеремін? Егер менде define тест аргумент сияқты функция болса, маған мұны істеуге рұқсат етіңіз. Егер мен define тест hello сияқты функцияны анықтасам, мен не істей алар едім? Мен hello функциясын тырнақшасыз шақырып, Дэвид деп айта аламын. Содан кейін оның сәлем Дэвид мәніне сәйкес келетінін тексере аламын. Сондықтан бұл тәсіл осы жерде жұмыс істемек. Егер мен тест Hello деп аталатын тест жазсам, ол Дэвид сияқты аргументпен Hello функциясын шақырады. Содан кейін оның қайтару мәнін тексереді. Дәл біз калкулятор үшін жасағандай, ол жазылғандай жұмыс істеме. Біз сынап жатқан Hello нұсқасына бір сәтке оралуға рұқсат етіңіз. Енді сіз Hello мүмкіндігін тексере аласыз. Міне сынақ, міне нақты код. Бұл тест қазір жұмыс істеме. Сізде қандай да бір ойлар бар ма? Менің ойымша, мәселе Hello бағдарламасының бірінші нұсқасында. Пай, сіз атауды пайдаланудың орнына функцияны жариялаған кезде, алдымен жариялаған to аргументін пайдаланасыз. Бұл шын мәнінде қате емес. Сондықтан оны сәлемде көрсетуге рұқсат етіңіз. Пай, бұл код шынымен де мақсатқа сай жұмыс істейді. Және оны көрсету үшін, оны қолмен сынап көрейін. Python'ды Hello-дан іске қосуға рұқсат етіңіз. Пай, мен өз атым ретінде D-E-V-I-D деп теріп жатырмын. Және оның сәлем Дэвид деп жазылғанын көріп тұрмын. Алайда, егер мен бұл бағдарламаны өзгертіп, name аргументінен құтылсам, name айнымалысынан да құтылар едім. Және Python-ды Hello-дан іске қосу арқылы Hello-ға қайта қоңырау шалыңыз. Пай, бұл жолы маған тіпті сұралмайды. Өйткені мен кіріс қоңырауымнан құтылдым. Бірақ ол шынымен де мен күткендей әрекет етеді. Ол шынымен де сәлем, әлем дейді. Сондықтан, бұл кодтың қазіргі күйінде шын мәнінде дұрыс екенін ескертуге рұқсат етіңіз. Бірақ менің тестім мен күткендей жұмыс істемейді. Және менің Hello функциям мен оны түсіндіретін Square функциясының арасында шамалы айырмашылық бар. Неліктен бұл сынақ ойлағандай жұмыс істемеуі мүмкін? Себебі ол мәнді қайтармайды. Иә, дәл солай. Функциялар туралы бұрынғы талқылауымызды еске түсіріңіз. Функциялар мәнді қайтаруы мүмкін. Мысалы, менің Square функциям сізге қандай да бір мәннің квадратын қайтарады, немесе олардың жанама әсерлері болуы мүмкін. Экранда бірдеңе теріп жатқандай пайда болуы мүмкін. Көрнекі артефактілердің бір түрі және анықтамасы бойынша басып шығару дәл осылай жұмыс істейді. Назар аударыңыз. Hello. Бұл қысқа, бірақ сайып келгенде print функциясы арқылы жүзеге асырылады. Ол мәнді қайтармайды. Өйткені мен оны осы жерде қолданамын. Оның орнына экранда бірдеңені басып шығарудың жанама әсері бар. Сондықтан, менің сынақ функциямда Hello қайтаруының Hello Дэвид мәніне тең екенін тексеру дұрыс емес. Өйткені тағы да Hello ештеңені қайтармайды. Ол бірдеңені басып шығарады. Бұл жанама әсер. Бірақ менің шаршы функциямнан айырмашылығы, оның return кілт сөзі жоқ екенін ескеріңіз. Жасат. Міне, менің нақты функцияларымды жүзеге асыру жолымды өзгертуге мүмкіндігіңіз бар. Сіздің бағдарламаларыңыз барған сайын жетілдіріліп, күрделене түскен сайын. Әдетте, жанама әсерлерден аулақ болғаныңыз жөн. Егер сіз одан аулақ бола алсаңыз, әсіресе сіздің бағдарламаңызды қаласаңыз, коды тексерілетін болу керек. Шын мәнінде, мен Hello бағдарламамды қазір келесіде жұмыс істейтін етіп өзгертуді ұсынамын. Әрі қарай жалғастырып, бұл мүмкіндікті өзгертуге рұқсат етіңіз. Сонда ол Hello. Содан кейін бұл атауды шығармайды. Жалғастырып, сөзбе сөз қайтаруға рұқсат етіңіз. Мүмкін жағдайды сәл түзететін F жолын, соңында тырнақшаларды жабу үшін Hello үтірін. Сондықтан, менің мұндағы синтаксисім жай ғана таныс F жолы немесе пішім жолы. Ол аты аргумент ретінде берілген Hello, World немесе Hello, Дэвид немесе Hello сөздерін қайтарады. Бірақ мен оны қазір қайтарып жатырмын. Мен оны басып шығармаймын. Сондықтан, мұнда нені өзгерту керек? Мен осындай нәрсені істей алар едім. Мен шығыс сәлемге тең сияқты бірдеңе айта аламын. Содан кейін менің негізгі функциямда қорытынды жасай аламын. Немесе мен мұны жеңілдете аламын. Өйткені маған бұл айнымалы мән қажет емес. Оның орнына мен мұны істей алар едім. Мен әлі де сәлем деп қоңырау шала аламын. Бірақ нәтижені бірден басып шығара аламын. Және менің сәлем
бағдарламамның бұл нұсқасы қазір шынымен де сыналуда. Неге? Өйткені біз қолданатын және сынақтарымызда бұрыннан көрген бұл асиорд мәлімдемелері шын мәнінде функциялардағы аргументтерді және олар алынған мәндерді қайтаруды тексеруге арналған және жанама әсерлерді тексеруге арналмаған. Егер сіз тең-тең операциясын орындасаңыз, онда сіз қайтару мәнін алуыңыз керек. Яғни функциядан кері қайтарылатын нәрсе. Сондықтан бәрі жақсы. Егер мен қазір бағдарламамды сәлем деп басып шығарып қана қоймай, мен жасағым келетін жолды, сөйлемді, сөз тіркесін қайтаратындай етіп қайта жасасам, мен оны қоңырау шалушыға қалдыра аламын. Яғни осы сәлем функциясын қолданатын функция өңдеу үшін бұл нағыз мөр. Енді айтыңызшы, бұл менің кодымда нені білдіреді? Егер мен сәлем айтсам, бұл қазір дегенді білдіреді. Пай осылай көрінеді. Және hello шын мәнінде мәнді қайтарады. Менің тест hello функциямда мен оны дәл осылай тексере аламын. Әрі қарай жалғастырып, тест hello ішінен питест іске қосуға рұқсат етіңіз. Мен әдеттегідей саусақтарымды айқастырып жатырмын. Ал Войла бір сынақтан өттім. Мен бұл сынақтан өттім. Өйткені hello сөзінің қайтарылатын мәні шынымен де сәлем Дэвид дегенге тең. Басқа сценарийді тексеріп көрейік. Егер мен ешқандай дау-дамайсыз hello-ға қоңырау шалсам ше, осы жақшаның ішінде ешқандай дәлел келтірместен hello-ға қоңырау шалу hello үтіріне тең деп есептейік. Бірақ әдепкі мән world. Енді әрі қарай жалғастырып, тест hello ішінен питест іске қосуға рұқсат етіңіз. Пай. Және бұл да толығымен өтеді. Бірақ бұл жерде де мен бірнеше қателіктер жібердім делік. Менің кодымда қате болды делік. Бірнеше тестілерді бір функцияға біріктірудің қажеті жоқ шығар. Сондықтан ненің сәтті, ненің сәтсіз болуы мүмкін екенін анықтайық. Осы функцияның алғашқы әдепкі функционалдық тестін атайық. Және кодтың осы бірінші жолын ғана қосайық. Содан кейін осы жерде кодтың басқа жолын тексеру үшін тест аргумент сияқты басқа функцияны анықтап алайық. Енді менде екі түрлі сынақ бар. Олардың әрқайсысы бір-бірінен түбегейлі ерекшеленетін нәрсені тексереді. Сондықтан қазір мен кодты іске қосқан кезде ол әлі де бұзылмайды. Егер мен питесті тесттен бастасам, сәлем, пай, кіріңіз, мен екі сынақтан өттім. Және бұл бұрынғыдай жақсы. Бірақ егер менде шынымен қате болса, бір сынақтың орнына екі сынақтың болуы маған ненің дұрыс емес екендігі туралы көбірек ақпарат берер еді. Енді қайтару мәндерін тексеруге қатысты сұрақтар туындайды. Бұл қайтару мәндері енді бүтін сандар емес, жолдар болып табылады. Және неге біз мұны істедік? Сондықтан менің сұрағым функция ішіндегі функцияға қатысты. Мұны да біз әлі көрмеген рекурсияны да тексере аламыз ба? Егер сізде осы сыныпта біз талқыламаған рекурсивті функция болса, иә, оны дәл осылай шақыру арқылы да тексеруге болады. Рекурсия бұл процеске ешқандай әсер етпейді. Соңғы мысалды қарастырмас бұрын, бірлік сынақтары туралы тағы бір сұрақ қоюға қалай қарайсыз? Дәлелдерімізді тексерген кезде біз циклдар немесе активтер ішінде немесе мәндер үшін қандай да бір нәрсені пайдалана аламыз ба? Өте дұрыс. Сіз бірнеше мәндерді тексеру үшін циклды мүлдем пайдалана аласыз. Бұл жағдайда, мысалы, мен осындай нәрсені істей алар едім. Мен Гермиона, Гарри және Ронның келесі тізіміндегі есімдерді атай аламын. Содан кейін мен осы циклде бұл атаудың hello пішіміндегі жолға үтірмен бөлінген атқа тең екенін растай аламын. Содан кейін барлығын осы жерде бірден іске қоса аламын. Тағы да қайталаймын. Питест, оф-тест, сәлеметсіз бе? Пай. Бұл әлі де осы мүмкіндіктің бір ғана сынағы болады. Бірақ егер осы бірнеше жолда олардың барлығын сынауға мәжбүр ететін қызықты нәрсе болса, сынақты осылайша толығымен автоматтандыруға болады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, сіздің әрбір тестіңіз өте қарапайым және шағын болуы керек. Неге? Өйткені сіз көп код жазғыңыз келмейді. Сондықтан көптеген күрделі кодтар сіздің тесттеріңізде қателіктер тудыруы мүмкін. Біз қаламайтын нәрсе тесттерімізге тесттер жазу және тесттерімізді тестілеу. Өйткені бұл ешқашан аяқталмайды. Сондықтан біздің мақсатымыз тесттерді жағымды және қарапайым ету. Осылайша ақылға қонымды адам. Соның ішінде сізде оларға қарап, жай ғана иә, бұл дұрыс деп айта алады. Бізге сынақтар үшін сынақтар қажет емес. Басқа функция туралы не деуге болады? Бізде бір ғана сынақ емес, көптеген әртүрлі сынақтар бар делік, және біз бұл сынақтарды бірнеше файлдарға, тіпті қалталарға ұйымдастыруды бастағымыз келеді. Питест және басқа құрылымдар да осы парадигманы қолдайды. Әрі қарай жалғастырып, hello қолданбасын сынауға рұқсат етіңіз. Пай техникалық тұрғыдан тек бір сынақтан тұратын сынақ қалтасын пайдаланады. Бірақ бұл қалтада одан да көп сынақтар болса, бұл көрсеткіш болар еді. Мен әрі қарай жалғастырып, пәрмен жолымда while арқылы тест деп аталатын жаңа қалта жасаймын. Содан кейін осы қалтада мен тест hello деп аталатын файл жасаймын. Пай. Әзірше бұл файлда мен дәл сол нәрсені тексеремін. Сондықтан мен hello-дан hello импорттауды жалғастырамын. Мен әрі қарай жалғастырамын және әдепкі сынақ сияқты функцияны анықтаймын. Ол жай ғана hello аргументі жоқ hello world сөзін үтірмен бөліп қайтаратын сценарийді тексереді. Менде аргументтің жіберілгенін тексеретін басқа функция болады.
Бұл жағдайда мен аргументті таңдаймын. Мысалы, сәлем, дәйек сөз, тырнақшасыз, Дэвид, тең, шынымен, сәлем, өтір, әлем емес, Дэвид. Сондықтан, бұл жағдайда мен бұрынғыдай сынақты қайта жасадым. Бірақ қазір олар сынақ деп аталатын қалтадағы файлда. P-тест маған оларды осы жерде де іске қосуға мүмкіндік береді. Бірақ бұл үшін мен басқа файл жасауым керек. Менің сынақ каталогымда init деп аталатын файл жасауым керек. Py, ол файл бос болса да, Python-ға бұл қалтаны жай модуль ретінде емес, бума ретінде қарастыруды айтады. Бума, бұл Python модулі немесе қалта ішінде ұйымдастырылған бірнеше модульдер. Және бұл файл init деп аталады. Py, бұл жай ғана Python бұл қалтаны бума ретінде қарастыру керек екендігінің көрнекі көрсеткіші. Егер бұл қалтада көбірек код болса, мен бұл файлмен одан да көп нәрсені істей алар едім. Бірақ әзірге бұл жай ғана модуль немесе жеке файл емес. Шын мәнінде пакет болу керек деген кеңес. Енді мен аяқтау үшін не істей аламын? Бұл нақты файл үшін емес. Бүкіл сынақ қалтасы үшін P-тест-ті іске қосу. Сондықтан, егер мен P-тест, T-тесттен іске қоссам, онда тест бұл қалтаның атауы. P-тест автоматты түрде барлық ықтимал сынақтарды осы қалтадан іздейді. Әрине, бұл файлда тек осы екі файл бар. Бірақ мен оны қазір Enter арқылы іске қосқан кезде, мен бұл сынақтарды бәрібір тапсырамын. Мен бәрібір 100% аламын. Енді менде өз кодымды сынау механизмі бар. Сондықтан, сіз бүтін сандарды қайтаратын функцияларды немесе кез келген нәрсені жазып жатсаңыз да, мәндерді қайтаратын функциялар ретінде қайта жазуға болатын жанама әсерлері бар функцияларды жазсаңыз да, енді сізде біреудің жай ғана күтуіне жол бермейтін механизм бар. Біз сияқты кодты қолмен тексеріп қана қоймай, тексеріп көріңіз. Қайта-қайта бұл жалықтыруы мүмкін және кейбір ықтимал кірістерді қоспай қателіктер жіберуіңіз мүмкін. Енді бізде жергілікті кодты тексерудің автоматтандырылған механизмі бар. Басқалармен бірлесіп жұмыс істей бастағанда, ол одан да күштірек болады. Осылайша олар бір кодқа өзгертулер енгізсе, олар сіз жазған кодты бұзбағанына көз жеткізу үшін тесттер жаза аласыз. Осы аптада болды. Келесі кездескенше.